Бала тәрбиесі туралы нақыл сөздер. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы. Бала тәрбиесінің ең үлкені оны еңбекке баулу. Еңбексіз, жас қана ең үздік азамат болып қалыптасады. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзінің уақытында аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе. Шындық бұл ерлікке тәрбиелеудегі ең бір құнарлы құрал. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге болады. Себебі ол қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде сыңарсақ азамат болады. Өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Бала тәрбиесінде әке мен шешенің мүмкіндігінше бірде араласу үшін отбасы тәрбиесін жоғарғы дәрежеде дұрыс жолға қою қажет. Шындық бұл ерлікке тәрбиелеудегі ең бір құнарлы құрал. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Егер балалар бірдеңе түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзінің кінәлауға тиіс. Адамды қандай іске болса да ұстамдылықта, бойындағысын тайсалмай айтуда, қайсы бір мұқтаждыққа төзуде, шыдамдылыққа, батылдыққа, ерлікті көрсете алатындай жағдайға қойымша оны ержүрек етіп тәрбиелеуге болмайды. Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты, кәрілік қате тәрбие. Біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Тәрбиедегі мақсат адам деген атты құр жала қылып жапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару. Алдыңғы жақсы, артқы жақсы, тәлім айтпаса ел болғаның қайсы? Балаға қуаныш сыйлап отырып, оқыта тәрбиелеуге міндеттіміз. Тәрбие дегеніміз тәрбиешілерді белгілі бір адамгершілік тағдырларын меңгеруге көндіру мақсатымен бір адамның екінші адамға жасайтын ықпалы. Тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Өзінен ұл қыз туса, ей азамат, қолда өсір, ұстай көрме, алыста жат. Мейірімді таза болса тәрбиесі, баланың еркін өсер, тәртібі есі. Ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық ештеңе бере алмайды. Каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер.